Құрметті ұстаздар, бүгін сіздерге қазақ тілінің грамматикасын оңай меңгертудің бір тәсілі ретінде блок схема арқылы оқыту туралы қысқаша түрде баяндап өтейін. Ұстаздар, мен сіздерге мысал ретінде дауысты дыбыстардың түрлерін жазып қойдым. 12 дауысты дыбыс бар қазақ тілінде. Енді дауысты дыбыстардың жуан жіңішке болып тілдің қатысына қарай, жақтың қатысына қарай ашық қысаң болып, еріннің қатысына қарай еріндік езулік болып бөлінуін көп оқушылар ажырата бермейді. Көбінесе көру арқылы жаттайтын, көру арқылы тез түсінетін оқушыларға блок схема арқылы оқытсаңыздар өте жақсы нәтижесін береді. Ол үшін дауысты дыбыстарды тура осы реттілікпен жазу керек. Яғни бірінші қатарда қай дыбыстар тұр, екінші, үшінші қатарларда қандай дыбыстар тұр, соны сіздер тура осы күйінше оқушыларға жаттатуларыңыз керек. Көз алдында өйстіп жазып қоясыз дауыстыларды. Енді тілдің қатысына қарай дауысты дыбыстар жуан жіңішке деп бөлінеді деген кезде осы схеманы мына жерінен бөліп сызамыз. Мінекей, екіге бөлінді. Бірінші қатардағы А, О, О әріптері, дыбыстары бір бөлік болып қалды, қалған 8-і бір бөлік болды. Бұл не деген сөз? Яғни А, О, дегеніміз жуан дауыстылар, ал қалған 8-і жіңішке дауыстылар болады бізде. Ал жақтың қатысына қарай, білесіздер, ашық және қысаң деп бөлінеді. Енді ашық қысаңды біз оқыту үшін мына схеманың қақ ортасынан былай сызамыз. Сол кезде тағы да екі бөлікке бөлінді, үстіңгі және астыңғы бөлікке. Үстінде 6 дыбыс, астында 6 дыбыс. Үстіңгі дыбыстар ашық дауыстылар, астыңғылар қысаң дауыстылар болады. А, Ә, О, Е деген ашық дауыстылар, О, У, И бұл қысаң дауыстылар. Көрдіңіздер ме? Ешқандай әріптің орны өзгермейді, тек қана біздің сызбамыз ғана өзгеріп жатыр. Енді дауысты дыбыстардың үшінші түрі ерін мен езудің қатысына қарай, еріндік және езулік деп бөлінуі. Ол үшін тура осы схеманы осылай сызамыз. Қақ ортасындағы 5 әріпті бөліп алдық. О, О, У. Осы 5 әріп бұл еріндік дауыстылар. Ал қалған қоршаудың сыртындағы 7 дауысты дыбыс, олар езулік дауыстылар болады. Құрметті ұстаздар, қарап отырсаңыздар, блок схема арқылы оқытудың тиімділігі осы. Көру арқылы жаттайтын, көру арқылы өте жақсы түсінетін оқушыларға бұл бір таптырмас әдіс түрі десе де болады. Менің көрсеткенім тек дауысты дыбыстарға қатысты, ал басқа түрлерінде қолдана отырып, сөйлем түрлері болсын, морфология болсын, синтаксис болсын, немесе дауыссыз дыбыстар болсын, оларды да үйретудің, оларды да оқушыларға тезірек меңгертудің бір жолы ретінде олардың да блок схемасын алып қарастырсаңыздар болады. Оқушылардың грамматикалық ілімді тез, жақсы меңгеруіне блок схеманың пайдасы өте зор деп айта аламын. Сау болыңыздар.